Биыл жеңістің 75 жылдығы 1941-1945 жылдары қолдарына қару алып майданға аттанған бала жауынгер бүгінгі ұрпағына айтары көп, әйгілі өнегелі қарияға айналып отыр. Осындай қарияның бірі соғыс ардагері, Қызылорда облысы Шиелі ауданы Нартай Бегежанов ауылының құрметті азаматы Сәрсенбек Байжан көкемізбен сұхбаттасқалы отырмыз. Ай, бәрекелді. Көке, неше жасыңызда майданға аттандыңыз? Мен 18-ді толтырып, 19-ға бүгін шыққанда, сол күні повестка шықты ғой. Сол артқа қаратқан жоқ. Осы елде ойын тегін команда не военкомат барады, сол пойызға мінгізіп жіберді ғой. Қай жерде майданда болдыңыз? Мен Сталинград маңында майданда болдым, бірақ Сталинградтың өзіне барған жоқпын. Сталинградта әлгі Паулюс деген немістің несі бет маршалы басып аламын деп жатты ғой, келіп 400-300 мың әскермен бе Сталинградта басып қалар. Соны аламыз деп, оларға біздің әскерлеріміз, басшыларымыз ультиматум қойған. Сендер неңді соғысқа қатыссаңдар, адамдарың өледі, біздің де адамымыз өледі. Сондықтан сендер қатыспай-ақ, сендер бұл соғыстан жеңілесіңдер бәрібір. Сондықтан сендер жеңілу үшін әрекет жасап көрем дейсіңдер, ол болмайды. Сендер әскери қару-жарақтарын тастап бізге беріліңдер, түгелдей ауылдарыңа түгел аман-есен қайтаруды біз міндетімізді алайық деп, біздің мына Жуков, неғыда Рокоссовский деген екеуі де маршал қойын. Сол айтып ультиматум қойған. Оған олар көнбей, мен Сталинградты алмайтын болсам, бірақ келмеймін ғой деп жаңаға Паулюс деген бет маршал жатып алды ғой. Одан кейін амал жоқ, соғыс болды, соғыс болғанда. Біз соғысқа жақында бара бердік. Артынан басқа адамдар соғысқа баратын да бізге біз мынау Саратов қаласының қасында Новоникольский деген село бар екен. Сол селодан занятия жасап жүргенбіз. Сарадан алып 19-шы сентябрьден бұрынғы айдың аты немейді? Август. 19 августта Сараттың жерінде суық болып, асқабақтар үсіп кетті сол жерде. Біздің жерде ол үсімейді ғой. Сонымен біз Америкадан алған Завокер деген машинені болады екен. Сол машинамен алып жөнеді ғой. Сараттың қасынан Волгадан өтіп, Камишин қаласына бардық. Камишин қаласына барғанда қазақтың түйесін көрдік. Қазақтың түйесін көрдік деп қуанып, жаңа сөйтіп жүрміз енді. Содан Камишин арай машинамен жүре алмайсың. Машина жаудың самолеттері бомбалап кетеді, ендігісін жая жүретіндер деп бізді сонда қалдырып кетті. Одан кейін біз жаяу жүріп отырдық. Не керек, 13 күн жаяу жүргеніміз ғой арай. 13 күн жаяу жүрген екенбіз. Тамақ та жетпейді. Тамақ келсе, неміздің самолеттері қабаттаса келіп өлтіріп кетеді. Сосын тамақ жоқ болып жүрді. Bir haftaday тамақ ішпей жүрдік. Жолда семеске ма, тары ма, бидай ма, жаңағы соғыстан өртенген жерлердегі қалған халықтарды тербеп жүрдік. Кездескен азықты тамақ қылдық. Иә, сосын оқыр. Сосын баратын жерімізге барып демалдық енді. Сендер
bir tamak işi var, sosun atlanatınlar demek. Odan keyin birazdan keyin qaytadan olmaydı, nemisler algara ketip baradigan avukatda artlarından alıp barıp beremiz. Endi soğuk atlanınlar dep, soğuk atlanınlar deyip. Sonda kolumuzga 2 dirden kant berdi, zırıqta 2 dirden kant. Sol kant tamaktın jetkeninin bir sürü koydu, odan başka tamak jetmegen koy bizimle. Onun içinde soğukta atladık. Her yerde bir zaman soğuksun kanca jelip oğazkan bilendi biraz etkizberdik, barıp koyup 1800 metrede jav jatırken tiyet degen menen delteyme, közeyemajın soğuktan taqır 500 metrege жүрeyip, soğukun 1 kilometre jerde yakın boğazın soğuk atasında. Sonun aytkanını istep, tünde barıp oturup, kaz degen jüren akıp kazıp jattık koyup. Ne aytadım, ne aytayın endi? Осы көке, соғыс кезінде өміріңізге қауіп төнген сәттердің біреуін есіңізге алсаңыз. Soğuz közünde қауіп төнгені, жаңағы соғыс. Ben özüm batalyonun signalist oldum. Signalist boğazın javdan signalda alsak sonra batalyonun askerine kavarlap turatdım ben. Sonra biz duranda sodan javdun askerleri köp atıp bizge qaray жақындай берді, biz қарсы атып жатырмыз. Sonra sonra da oklayıp gideme деп өзіңді атып жатырмыз. Askerlerge de былай атыңдар, міне yakacatınlar деп айтып жатырмыз. Сонымен таң атқанға шейін соғыстық қой енді. Сода қорққан күн біреуі сол енді. Одан басқа барлық уақытта жауға қарсы соғысқан адам жайшылыққа жүре ме, ол қорықпаса болмайды ғой. Siz жүргенде сол жаудың снарядынан мина кеп түсті. Мин кеп түсіп әр жерден жарақат болып, жатағат болды. Сол енді оның. Енді осы жеңісті қай жерде қарсы алдыңыз? Мен жеңісті осы өзіміздің ауылда қарсы алдым, қайтып келгеннен кейін. Онда бізді сұрадан жарақаттап қайтқаннан кейін анау Челябинскідегі сыртқы жолменен Новосибирскіге барды, ол Новосибирскіге тайганың жері екен, жақсы қала екен. Онда жатып содан жарақат болды, жазып елге келдім ғой. Жеңістің мынау 75 жылдығын көріп отқан сізді бақытты адам десек болады. Жасыңыз нешеде көке? Мен 1923 жыл туғанмын, биыл жасым 98-де. Бүгінгі егеменді елдің жас ұрпақтарына не айтар едіңіз? Мен өзіміздің елдің ұрпақтарына мұндай соғысты көрмеңдер, біздің көрген қиыншылығымызды көрмеңдер, көзіңдер біздің жақсылығымызды көріңдер, жеңісімізді көріңдер. Дендеріңіз сау, өмірлері ұзақ болып, рақат өмір сүріңіздер деп алғыс беремін. Аумин. Адам ұрпағымен мың жасайды дегендей, деніңіз сау болып, Алланың берген жасын жасап, аман болыңыз. Амин, амин, амин. Бізге сұхбат бергеніңізде көптен көп рахмет. Өсіріп отқан бала-шағаңыздың қызығын көріңіз. Бақытты күндерде жолығайық. Амин, рахмет.